Испанияның жетекші спорт және жаңалықтар агенттігі Алматыға жеткен Реал Мадридтің сапары туралы жан-жақты ақпарат таратып жатыр. Туристік агенттіктер ойыннан кейінде Қазақстанға баратын қонақтардың саны күрт көбейеді деп отыр. Испандық клубтың әлеуметтік желідегі жазушыларының саны 400 миллионнан асып кетті. Мұндай ауқымды аудитория Алматыға әлем назарын аудартып, Қазақстанға қызығушылығын арттырды дейді сала мамандары. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Йоланда Гарсия Испания мен Қазақстанның қарым-қатынасы жайлы қалам тербеп жүрген испандық журналист. Өткен жылы осы еңбек үшін еліміздің сыртқы істер министрлігі ұйымдастырған Қазақстан шетелдік бақтың көзқарасымен атты халықаралық байқаудың жеңімпазы атанды. Бүгінде испандық журналист Барселонада өтетін Димаш Құдайбергеннің концертіне дайындық жұмыстарын ұйымдастырып жүр. Енді міне испандықтар Қазақстанды тағы бір қырынан танып жатыр. Алматыға жеткен Реал Мадридтің сапары испандықтардың Қазақстанға деген қызығушылығын күрт арттырып жіберді дейді журналист. Біздің жігіттер Алматыға жетті. Осыдан кейін Қазақстан туралы ақпаратқа қызыға бастадым. Жан-жақты іздей бастадым. Қазақстан туралы өте аз біледі екем. Реал Мадридтің сапарынан кейін бірден интернетке кірдім. Көп ақпарат ақтарып шықтым. Шынымды айтсам, бір жағынан қызықтым. Турист ретінде Қазақстанды барып көргім келеді. Испандықтар спорт пен өнерді өте жоғары бағалайтын халық. Димаштың әніне тәнті болып жүрген біраз испандық енді спорт жаңалықтарына елең ете қалды. Бұл шара өзім аса қатты жақсы көретін Қазақстанның беделін одан әрі арттыра түсетін болды. Мен соған қуанам. 21 жастағы Қазақстан азаматы Ринат Маратов Мадрид қаласында студент. Қазір ол Испаниядағы Университет Европея университетінде спорт менеджменті мамандығы бойынша білім алып жүр. Қайрат пен Реал Мадрид арасындағы Чемпиондар лигасының топтық кезеңіндегі матч испандық достары мен университеттегі әріптестерінің арасында қызу талқыланып жатқан тақырып дейді ол. 1-2 жыл бұрын осы Мадридқа енді келгенде өзім футбол ойнағанда балдар менен командаларым сұрайтын еді, мен қай елденмін, қай жерден екенімді. Қазақстан дегенде көп білмейтін еді. Көп білмейді қай жерде деген жаңа сұрақтар көп бола бастады. Енді осы алматылық Қайраттың арқасында, Лига чемпионға шыққанның арқасында біздің еліміз туралы біле бастады. Кеше ғана маған достарым жазып, сен Қазақстаннан емессің бе деп. Мен жаңағы с гордостью иә деп, сәттілік жігіттер, алға Қайрат. Испандық клубтың тек әлеуметтік желідегі жазылушылар саны 400 миллионнан асады. Мұндай ауқымды аудитория елімізге әлем назарын аудартып, халықаралық ынтымақтастықты арттыруға зор мүмкіндік болмақ. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, 24 KZ, Испаниядан.